Assalamualaikum құрметті ағайындар. Міне усойқы алайын деп келдім. Усойқын түрі осындай болады, міне осындай ұсақ жапырақты болады. Бұның пайдасы осындай болады. Бұның пайдасы адам баласы тамақ ауырып, ангина болады. Кейбір адамдарда астма болады. Жұтқындырмайды. Соны өңешті тазалағанға, қолқа өңешті тазалайтын, инфекцияны кетіретін, жаман қақырықты да түсіретін осы усойқы тегінде. Осындай болады. Осы уақытта мына жина болу керек, міне күз болды ғой, қара күз. Ішкенде осындай қабыл көрсетейін сіздерге. Қатып жатыр ғой. Осынша бір қарыс, міне, бір қарыс қабығын сылалады да, сорпаға салады. Бір кесеге сорпа құйып алады да, ыстық сорпа, етті пісіреді, соның сорпасын құйып алады да, усойқын сақ қояды қабығын. 5 минут қабық сап тұрады, соңғы 5 минуттен қабықты алып тастап, соны ішу керек. Жатар кесе іші тіпті жақсы. Бір кесе, екі кесе ішіп жату керек. Ары кесі 10 күн, 5 күнде любой ауыр жол барады. Қолқа өңеш тазалап дегенде. Усойқы. Орысша аты жоқ. Тек қана қазақша ата-бабамыздың қойып кеткен аты усойқы. Сіздер ем алып пайдаланыңыздар, сіздерге ем болсын, аман есен болыңыздар.